Сәлем достар, қалайсыздар? Біздің Каналымызға қош келдіңіздер. Достар, біздер бүгін не жасайын деп жатыр деп ойлайсыздар? Біздер бүгінгі балдардың заказы, иә? Иә. Балдардың заказы ол самса. Иә, самсаны жасайын деп жатыр. Жасалу жолын көрсетеміз, иә, Иә. қазір? Көрсетіп жіберейік. Иә. Мінекей достар, бүгінгі самсамыз біздің ерекше бір самса жасайын деп тұр. Ерекше бір самса жасайын деп тұрмыз. Ол яғни міне тюльпан тәріздес самса. Мінекей. Мен бүгін бір интернеттен көріп қалғанмын жаңағы нені тюльпан тәріздес самсаны. Соны жасап көрейін, қалай болып шығады деп. Мынандай болып шығады екен негізінде достар. Осылай. Ол үшін алдымен домалақтатып алады самсаны, содан кейін барып, мына баланың қол бәріне жетіп тұрған мына баланың. Екіншіден, мына самсаны алып, мына жерге қояды не. Саламыз мінекей. Содан кейін қазір барып, мынаны яғни домалатамыз. Ал достар, мінекей, міне бірінші фаршын салдым ғой. Енді мынаны қазір домалатам. Міне, бұлай домалатып кете берем. Домалатып кете берем. Мына ішінде фарш түсіп қалып жатыр, ол ештеңе етпейді. Қазір мен оны ішіне салып, орап жіберемін. Мінекей. Іші бұлай шығады, мінекей. Осылай шығады. Енді мынаның астын жабыстырам қазір бұлай. Домалатып істеп жібереміз. Бұны бүгін негізі кеше балдар айтып еді, самса жасап беріңізші деп. Сосын мана аяқ астынан инстаграмнан көріп қалдым да, осындай роза самса дейді. Бұны бүйтеді екен қазір. Мен көрсетіп жіберем. Қазір домалатқаннан кейін ештеңесі білінбей кетеді. Мына жағын бүйтіп қайрайды екен. Мынау қайрайды екен. Оны жағып жіберейік, асты жабыспасқа. Домалақ болып, сосын шығады. Мінекей осылай шығады екен. Көріп тұрсыздар ғой, достар? Осылай тюльпан екен. Енді ғана ашылып келе жатқан тюльпан бұл. Солай екен. Енді шамалдан кейін қазір тағы да екінші әдісін көрсететін болам. Бұл бізде тюльпан. Тюльпан, иә, тюльпан тәріздес самса. Қазір енді мен роза түрін көрсететін болам, достар. Ал достар, енді мен роза тәріздес самсаны жасайтын болам. Алдымен мінекей. Бұл төрт жағынан кесіп алдым. Содан кейін мінекей фаршын салам ортасына. Дәл ортасына саламын. Мінекей. Қазір көретін боламыз. Ең бірінші рет жасап жатырмын, достар. Сондықтан бағалап кетіңіздер менің самсамды. Енді қалай дейсіздер ғой? Енді бүйтеді. Мынаны жоқ, тағы салып жіберейінші. Так, мынау былай кетеді. Сосын мынау былай кетеді. Бір-біріне домалақтай береміз. Түсіндіңіздер ғой, иә? Бір-біріне жабыстыра береміз. Осылай бір-біріне қарама қарсы. Және мынаны бұлай. Және мынаны бұлай. Шумал үстінен көрсетсең әдемі ол. Мінекей. Сонда мынау бұлай шығады. Мына жағын бүйтіп жіберем, мына жағын бүйтіп жіберем. Мінекей, достар. Мінекей. Жанынан қаратсаңыз, міне домалатып жасадық та. Міне үстің жағы осылай. Ал енді достар, бұйырса үшінші түрін жасаймын. Үшінші түрі ол күнделікті үш бұрыш тәрізді, иә. Сондай самса жасап жіберем. Содан кейін бұйырса піскен кезін көрсететін боламын. Қалай қылып пісті, дәмін айтатын боламыз, достар. Ал қайырлы кеш, қалайсыздар, достар? Міне біздің бастаған самсамыз мінекей пісті. Енді көрсетіп жіберейік самсамызды. Достар, осындай раушан түрі бар. Роза түрі, иә?
мынандай Бұл енді қарапайым үшбұрышты және анау міне көздің ашылып жатқан. мынау міне мана айттым ғой достар сіздерге тюльпан түрі деп. Сол тюльпан түрі енді бірінші рет істеп көріп жатқасын енді Достар, білмеймін. біз тюльпанды жеп көреміз. Тюльпанды. Қызғалдақ сен? Тюльпан ба? Так, достар, мен мынаны жеймін. Міне, роза түрі осылай әдемі шығады екен. Достар, жасап көруге болады. Бірінші рет жасап Достар, көрдім. енді мен жеп көремін. Так, достар, мына жерде төртбұрышында дым жоқ. Мына ішіне отыр. Иә, қалай шыққан қарақат қызғалдақ. Айтпақшы, бүгін қарақат сабақтан келгеннен кейін дос қызы келген ғой. И сразу қызғалдақ екеуі ойынға шығып кетті. 6-ға таман шықты. Қазір 8:30-да келді. Сонда 2,5 сағат ойнапты есік алдында. Біз жай сөйлеп тұрып өйткені кішкентай Салауат бізде бөпеміз ұйықтап жатыр ана. Сол үшін жай сөйлеп отырмыз. Қалай ойнадыңдар, қарақат? Машина ойнадық, велосипедтен күшті болды. Пикник жасадық. Күшті ғой. Сосын? Көзімізде декеплігі бар. Өстінде үшбұрышты үлкен шығыпты. Мынаны әдейі үлкен қылып жасадым. Үлкен қылып, тойымды қылып. Мынаны шағындау қылып жасадым. Күшті. Ішінде не? Фарш, иә. Бүгінге енді негізінде борщымыз бар ғой. Борщ бар, бірақ балдардың заказ бойынша самса дегесін. Бүгінге кешкілікке самса жасадық. Әлі пісіп жатыр достар. Енді бір 15 штук па примерно, 12 штук па сондай пісіп жатыр. Достар. Пістені? Піскен жоқ. Піскен кезде қазір сөнеді өзі. Қалай шыққан? Баға қойын. Ең бірінші тістегенде сен уже андай не істейсің, андай мысалы раттанасың ше, содан кейін соңғысын жегенде тағы жегің келіп кетеді. Тәтті вообще. Ондан жүз қояды. Мындайын жеріп, ой қайта ер, мындайын жеріп, енді мындай сөйттеген жоқ. Ол роза түрі, иә? Роза. Баға қойып кетіңіздер. Әдемілеп жатыр қыздар. Әдемілеп жасап жатыр ғой. Ал қыздар ұнады ма? Көптен бері самса жасамай кетіп едім. Ал қыздар, сендердің көңілдерінен шықса, неше балл қоясыңдар самсаға? 10-нан 10. Мәссаған. Өзің біл? Неше балл қоясың? 10. Мәссаған. Ең жоғарғы балл 10. Баға жетпес. Ал достар, сіздерді бағалап кетіңіздер. Лайк басып, каналға тіркеліп кетіңіздер. Нелері бар. Осы Видеомызды аяқтаймыз. видеомызды аяқтаймыз. Қойса болыңыздар.